Қайырлы күн жақсыларым. Бүгін сіздермен 3 минутта дайын болатын салатты жасаймыз. Ең бастысы керек заттар үйде болуы керек. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Бұл салатта колбаса бар. Колбаса жемеймін деген адамдарға оның орнына краб таяқшаларын, етті, піскен ет болса үйде, тауық еті болса соны қосуға болады. Одан басқа бізге қалбырдағы тәтті жүгері керек. Бір қияр, бір қызанақ керек болады. Өзіме бондуэль жүгерісі қатты ұнағандықтан соны қолдандым. Және де өзіңіз ұнатқан керешкені қоссаңыз болады. Майонезді де үйдің майонез немесе сатып алған майонезді қолдана беруге болады. Ең алдымен қызанақ, қияр, колбасаны жақсылап ұсақтап турап аламыз. Бұл салаттың құпиясы ұсағырақ тураған сайын дәмдірек болады. Барлығын ыдысымызға видеодағыдай орналастырамыз. Егер қонақ келгенше алдын ала дайындап қойған болсаңыз, онда осы күйінде қойып қойыңыз. Әбден қонақ келерде ғана ортасына майонезді салып, және де қияр мен помидорды аздап тұздап қойыңыз. Егерде ертерек тұздап қойсаңыз, онда қияр мен қызанақтың суы шығып, барлығы нанымызға сіңіп, содан кейін салатымыз дұрыс болмай қалуы мүмкін. Колбасаның халал деген 2 жазуы бар, сонда қымбатырағын алып қолдандым. Енді өздеріңіз үйде ет, тауық еті піскен ет болса, соны қосып жіберсеңіз болады. Немесе краб таяқшасын. Көріп тұрғандарыңыздай мен 2 ыдысқа жасасам да жартысы артылып қалды. Сондықтан бұл 4 ыдысқа жасауға жеткілікті болады. Өте жеңіл әрі тез дайындалатын дәмді салаттың рецебін сақтап алыңыздар. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.